Ассалаумағалейкум қазақ бауырым. Бүгін мен саған тағы да интернет арқылы қалтаңнан ешқандай да ақша шығармай ақша табуға болатын өте керемет сайттар көрсеткім келіп отыр. Бұл сайттардың ссылкаларын мен телеграм каналыма пост қылып шығаратын болам. Сосын сол посттың ссылкасын осы видеоның астына тастайтын болам. Егер де қазір көрсетейін деп отырған сайттарым саған керек болатын болса, осы видеоның астында ссылка арқылы келуіңе болады. Сонымен интернет арқылы қалтаңнан ешқандай да ақша шығармай ақша табуға болатын ең бірінші сайтымыз ВК-серфинг деп аталады. ВК-серфинг арқылы ақша табу үшін саған тіпті компьютерде керек емес, яғни бұл сайттағы тапсырмаларды телефонмен орындап та ақша таба беруіңе болады. Бұл сайт арқылы ақша табу үшін ең бірінші бұл сайтқа тіркелесің. Бұл сайтқа тіркелу үшін өзіңнің қолданып жүрген электронный почтаң жазасың, пароль ойлап табасың, бұл сайтқа тіркелесің. Бұл сайтқа тіркеліп болғаннан кейін мына жерде приступить деген кнопканың үстінен басасың. Бұл сайт арқылы ақша табу үшін ең бірінші бұл сайтқа өзіңнің әлеуметтік желідегі аккаунттарыңды қосасың. Ол үшін мына жерде төмен қарап тұрған стрелканың үстінен басасың, профили дегеннің үстінен басасың. Мына жерде добавить профиль деген кнопканың үстінен басасың. Мына жерде көрсетілген әлеуметтік желідегі аккаунттарыңды мына сайтқа қосасың. Мына жердегі кнопкаларды басып. Мына сайтқа өзіңнің әлеуметтік желідегі аккаунттарыңды қосып болғаннан кейін мына жерде задание деген кнопканың үстінен басасың. Енді бұл сайт арқылы ақша табу үшін мына жерде өзіңе керекті әлеуметтік желімен байланысты тапсырмалар орындауға болады. Мысалы үшін ВКонтактемен байланысты тапсырма орындаған келетін болса, ВКонтакте дегеннің үстінен бассаң болады. Инстаграммен байланысты тапсырмалар орындаған келетін болса, Инстаграм дегеннің үстінен басуыңа болады. В общем, түсінгеніңдей бұл жерде өзіңе керекті әлеуметтік желінің үстінен басып, өзіңе керекті әлеуметтік желімен байланысты тапсырмалар орындауыңа болады. Мысал үшін ВКонтактемен байланысты тапсырмалар орындап көрсетем. Мына жерде ВКонтактемен байланысты 17 тапсырма бар екен. Мысал үшін мына жерде біреулердің пабликтеріне жазылғаның үшін 20 копеек төлейді көріп отырғаныңдай. Біреулердің посттарына репост жасағаның үшін 10 копеек төлейді. Біреулердің ВКонтактедегі посттарын қарағаның үшін 5 копеек төлейді. Біреулердің ВКонтактедегі видеоларын қарағаның үшін 10 копеек төлейді. Біреулерге дружба жібергенің үшін 10 копеек төлейді. Біреулердің суреттеріне лайк басқаның үшін 5 копеек төлейді. Енді бұл сайттағы тапсырмаларды орындау жағы түсінікті болу үшін саған мына жерде 1-2 тапсырма орындап көрсетем. Мысалы үшін мынандай пабликке жазылам. Мына пабликке жазылу үшін мына жерде выполнить деген кнопканың үстінен басам, мынандай окошко ашылды. Пабликке жазыламыз, подписаться дегенді басып. Окошканы жауып тастаймыз. Мына жерде проверить деген кнопканың үстінен басамыз. Жаңағы пабликке жазылғаным үшін маған 20 копеек төледі. Тағы да бір тапсырма орындап көрсетем. Выполнить деген кнопканың үстінен басамыз. Подписаться дегенді басамыз. Окошканы жауып тастаймыз. Проверить деген кнопканың үстінен басамыз. Обновить етем. Көріп отырғандай менің балансымда уже 70 рубль 28 копеек болды. Яғни жаңағы 2 тапсырманы орындағаным үшін маған 40 копеек төледі. В общем, түсінгеніңдей бұл сайттағы тапсырмаларды осылай орындайсың, ешқандай да қиындығы жоқ. Қазір тағы да лайкпен байланысты тапсырма орындап көрсетейін. Мысалы үшін мынандай ВКонтактедегі біреудің постына лайк басамыз, ол үшін выполнить деген кнопканың үстінен басам. Мынандай окошко ашылды, пост ашылып жатыр. Лайк басам, окошканы жауып тастайым, проверить дегенді басам. Ақша төленді. Обновить етем сайтты. Көріп отырғандай жаңағы постқа лайк басқаным үшін маған 5 копеек төледі, 5 копеекім балансыма түсті. В общем, түсінгеніңдей бұл сайттағы тапсырмаларды осылай орындайсың, ешқандай да қиындығы жоқ. Бұл сайттағы тапсырмалар тіпті бірінші класстың балдары да орындай алады деп ойлаймын. Енді бұл сайт арқылы тапқан ақшаңды шығару үшін мына жерде балансыңның үстінен басасың. Вывести деген кнопканың үстінен басасың. Көріп отырғандай бұл сайт арқылы тапқан ақшаңды минимально 100 рубль болған кезде шығарып алуыңа болады. Тапқан ақшаңды Яндекс кошелегіне, Киви кошелегіне немесе Payer кошелегіне шығарып алуыңа болады. Сосын егерде сенде Payer кошелек болмаса, Payer кошелектің ссылкасын осы видеоның астына тастап кететін болам. Payer'ден кошелек ашып алуыңа болады. Сонымен бұл сайт туралы түсінікті деп ойлаймын.
Бұл сайт арқылы көріп отырғандай ақша табу жағы оңай. Сонымен интернет арқылы қалтаңнан ешқандай да ақша шығармай ақша табуға болатын екінші сайтымыз TrackPhone деп аталады. Бұл сайттың да ссылкасын мен осы видеоның астына тастап кететін болам. Егер де мына сайт керек болатын болса, саған осы видеоның астында ссылка арқылы келуіңе болады бұл сайтқа. Бұл сайт арқылы ақша табу үшін саған ВКонтактедегі, Одноклассникедегі, Рутубтағы, Ютубтағы аккаунттарың керек болады. Яғни түсінгеніңдей бұл сайт арқылы ақша табу үшін лайк басасың, подписка жасайсың, немесе біреудің видеоларын қарайсың, немесе репост жасайсың. Бұл сайт саған сол үшін ақша төлейді. Көріп отырғандай бұл сайттың қолданушыларының саны 18201, яғни бұл сайт арқылы 18201 адам тапсырмалар орындап ақша тауып жатыр деген сөз. Бұл сайт өзінің қолданушыларына 124731 рубль ақша төлеп тастаған, уже көріп отырғаныңдай. Бұл сайт арқылы ақша табу үшін бұл сайтқа тіркелесің. Бұл сайтқа тіркелу үшін саған электронды почта керек емес. Көріп отырғандай бұл сайтқа ВКонтакте аккаунтың арқылы тікелей кіріп кете беруіңе болады. Көріп отырғандай мына жерде тапсырмаларды бөліп қойған, яғни ВКонтактемен байланысты тапсырмалар орындаған келетін болса, ВКонтакте дегеннің үстінен басасың, тек қана ВКонтактемен байланысты тапсырмалар шығады. Көріп отырғаныңдай. Мысал үшін біреулердің суреттеріне лайк басасың, сол үшін 6 копейка төлейді. Біреулердің запистерін достарыңмен бөлісесің, 10 копейка төлейді. В общем, түсініп отырғандай бұл жердегі тапсырмалардың барлығы оңай, ешқандай да қиындығы жоқ. Бұл жердегі тапсырмаларды кез келген адам орындай алады деп ойлаймын. Мына жерде тек қана әлеуметтік желілермен емес, басқа да тапсырмалар бар. Егер де басқа да тапсырмалар орындаған келетін болса, мына жерде задание плюс деген кнопканың үстінен басасың. Көріп отырғандай басқа да тапсырмалар шығады. Бұл жердегі тапсырмаларды орындап көрсетіп отырғым келіп отырған жоқ, себебі бұл жердегі тапсырмалар оңай. Бұл сайт арқылы тапқан ақшаңды шығару үшін мына жерде вывести средства деген қара кнопканың үстінен басасың. Бұл сайт арқылы тапқан ақшаңды минимально 1 рубль болған кезде шығарып алуыңа болады. Тапқан ақшаңды Яндекс кошелегіне, Киви кошелегіне немесе WebMoney кошелегіне шығарып алуыңа болады. В общем, бұл сайт арқылы қалай ақша табатыныңды, қалай ақша шығаратыныңды түсіндің деп ойлаймын. Енді бұл сайт арқылы көбірек ақша тапқың келетін болса, бұл сайтқа рефералдар шақыруыңа болады, яғни адамдар шақыруыңа болады. Сосын жаңағы ең бірінші айтқан сайтыма да адамдар шақыруыңа болады. Егерде бұл сайттар арқылы көбірек ақша тапқың келетін болса, міндетті түрде бұл сайттарға адамдар шақыр. Сонымен интернет арқылы қалтамыздан ешқандай да ақша шығармай ақша табуға болатын ең соңғы проектіміз сайт емес, көрсетейін деп отырғаным Telegram бот. Яғни түсініп отырғаныңдай интернетте Telegram боттар арқылы да ақша табуыңа болады. Егер де мына бот саған керек болатын болса, бұл боттың да ссылкасын мен осы видеоның астына тастап кететін болам. Мына ботқа осы видеоның астында ссылка арқылы келуіңе болады. Бұл бот арқылы ақша табу үшін мына жерде запустить деген көк жазудың үстінен басасың. Сол кезде мынандай кнопкалар пайда болады сенде де. Ақша табу үшін мына жерде заработать деген кнопканы басасың. Бұл бот арқылы әртүрлі Telegram каналдарға жазылу арқылы ақша табуыңа болады. Сосын әртүрлі Telegram каналдардағы посттарды қарау арқылы ақша табуыңа болады. Көріп отырғандай бір Telegram каналға жазылғаның үшін 25 копейка төлейді. Телеграмдағы бір постты қарағаның үшін 2 копейка төлейді. Бұл бот арқылы тапқан ақшаңды минимальный 20 рубль болған кезде Киви кошелегіне, Яндекс кошелегіне немесе ПР кошелегіне шығарып алуыңа болады. Бұл боттан тапқан ақшаңды шығару үшін мына жерде баланс деген кнопканың үстінен басасың. Көріп отырғаныңдай менің бұл боттағы балансымда 7 рубль 2 копейка бар. Бұл бот арқылы мен өз басым 111 рубль тауып 111 рубль ақшамды шығарып алдым. Егер де бұл бот арқылы көбірек ақша тапқың келетін болса, бұл ботқа да рефералдар шақыруыңа болады, яғни бұл ботқа да адамдар шақыруыңа болады. Бұл ботқа рефералдар шақыру үшін мына жерде партнеры деген кнопканың үстінен басасың, реферальный ссылканы копировать етіп аласың, реферальный ссылкаңды таратасың. Егер де көрсеткен проекттерім арқылы көбірек ақша тапқың келетін болса, міндетті түрде көрсеткен проекттерімнің барлығына рефералдар шақыр. Сонымен бұл видеоны мен осы жерден аяқтаймын. Егер де бұл видео саған ұнаған болса, бұл видеоға міндетті түрде лайк бас, комментарий жаз, әртүрлі әлеуметтік желілерде достарыңмен бөліс. Сонымен келесі видеода кездескенше.